Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жыл ішінде отандық кәсіпорындар өндірістің жаңа деңгейіне көтерілді. Бәсекелестік өсіп жатыр. Осыған сәйкес өнімнің сапасы да жоғары. Мысал үшін, Allian Paint компаниясының лак бояу материалдарын өндіру технологиясының өз елімізде ғана емес, бүкіл Орта Азия бойынша да аналогы жоқ. Дәл осы бояу экспо нысандарының сәнін келтіріп тұр. Ол қалай жасалынады? Сонымен бояулар әлеміне қош келдіңіздер. Қазіргі заманғы құрылыстарда қасбет бояулары үлкен орын алады. Бүгінде бұл бояулардың түстері мың құбылады. Түрлі арнайы сапасымен және кез келген адамның талғамын қанағаттандыра алады. Қала ғимараттарының қасбетін бояу қажеттілігі алғаш рет қала көшелерінде түтінін будақтатып, айналасын қап-қара күйеге айналдырған машиналар қаптай бастағанда пайда болды. Уақыт өте келе бұл жағдайға индустриялы қалалардың орталығында орналасқан өндірістік кәсіпорындар қосылды. Ақыр соңында ғимарат қасбеттердің қарайып кеткені соншалық, енді оларды бұрынғыдай жуу емес, бояу қажет болды. Қазіргі кезде ғимараттың алдыңғы жағын әрлеу, құрылыс немесе қайта қалпына келтіру жұмыстарының соңғы кезеңі болып табылады. Қасбет бұл құрылыс, оның беті көркі. Архитекторлар шыны мен пластикадан жасалған жаңа құрылыс жүйелеріне қанша құмар болса да, қасбеттерге арналған бояу баяғыдай өз орнын бермей келеді. Бұл ең көп тараған және ең қолжетімді әрлеу материалдарының бірі. Бір қарағанда оны өндірудің қиын ештеңесі жоқ сияқты. Бояйтын зат болса болғаны. Бірақ бояудың бетіндегі декоративті немесе қорғағыш қабыршағын жасау үшін анағұрлым көп уақыт қажет. Өйткені бояу химиялық элементтердің өте күрделі қоспасынан тұрады. Ал болашақ бояуға арналған шикізат осындай болады. Оны бар қаптарға көбірек ұқсайды. Шын мәнісінде бұл мәрмәр үгінділері, бор және түрлі қоюлағыштардың, консерванттардың, көптеген басқа да заттардың 200-дей түрлері бар. Мұнда бояу әзірлеудің модульдік технологиясы қолданылады, яғни алдымен жартылай фабрикат пастасы деп аталатын зат қолданылады. Дәл осы заттан кейін көптеген бұйымдарды жасап шығаруға болады. Мы изготавливаем 3 полуфабрикатных модуля. Біз жартылай фабрикатты 3 модульді. Бұл ұсақ бор модулі, әрі бор модулі және титан диоксиді модулін жасаймыз. Модульдерді жасау кезінде негізгі еріткіш су қолданылады. Біз су дисперсиялық бояуларды өндіреміз. Және негізгі толтырғыш бұл 2,5 микрометр болатын түйірлері әртүрлі мәрмәр ұн мен титан диоксиді. Біз одан пастада жасаймыз. Осыдан модуль пайда болады. Бұл негізгі компоненттері. Үшінші қабатта осы компоненттерді құю үдерісі жүргізіледі. Алдымен суды мөлшерлеп аламыз. Одан сол су массасына араластыру үшін бірнеше химиялық компоненттер дымқылдандырғыш, ыдыратқыш, көбік сөндіргіш, биоциттер қосылады. Сосын қосулы қозғалтқыштың көбегімен араластырғышта араластыру басталады. При включенном двигателе в смесителе происходит сам замес этой пасты. Араластырғыштың көлемі өте үлкен болады. 20 минуттың ішінде минутына 1000 айналым жылдамдықпен алынған масса біркелкі болып араластырылады. Ең бастысы пропорцияларын сақтау. Одан әрі дайын модульді міндетті түрде сапа бақылауынан өткізеді. Тексеруден өткен соң модульді сақтау үшін 2 ыдысқа құяды. Бұл өндірістің бірінші кезеңі. Одан соң негізгі кезеңі басталады.
Алдымен технолог өнімді өндіру картасын жылтыр бояу және декоративтік жабындарды әзірлейтін аппаратшыға береді. Берется карта, туда вносятся данные, там присваивается лот, заполняется... Картаны аламыз, оған мәліметтер енгізіледі, лот беріледі, күні толтырылады, бояуды кім өндіреді, оны кім мөлшерлейді. Осы картамен біз автоматты мөлшерлеу компьютеріне барамыз. Бұл жерде компьютерде бағдарлама бойынша біз компоненттерін енгіземіз. Біз бояу өндіреміз. Сондықтан 800 келі бояуды құю қажет. Бұл модульдердің өте үлкен мөлшері. Бұны қолмен істеу мүмкін емес. Бұның бәрін автоматика істейді. Надо в краску налить довольно-таки большой объем этих модулей. В ручном режиме это невозможно сделать. Біз бағдарламаға картаға сәйкес қажет болатын компоненттердің санын енгіземіз және автоматты мөлшерлеуді қосамыз. И включаем автоматическую дозировку. Бүгінде лак бояу материалдарының жоғары сапасы автоматикаға байланысты. Компоненттердің мөлшерлемесі қаншалықты дәлірек болса, соғырдым жақсы болады. Одан кейін аппаратшы қоспаға автоматты режимде мөлшерленбейтін компоненттер өнімді ұзақ уақыт сақтауға арналған консерванттарды қосады. Одан әрі кеспек араластырғыштың астына қойылады және тағы да 7 минуттай минутына 800 айналым жылдамдықта біркелкі масса болғанша араластырылады. Бояу дайын. Енді соңғы рет сапа бақылауын өткізу қалды. Краска готова. Бояуымыз дайын, бірақ оны өлшеп құймас бұрын параметрлерін тексеру қажет. Проверить ее параметры. Один из параметров, который мы... Біз қарайтын параметрлердің бірі бұл жабысқақтығын анықтау. Мына аппарат экспозиметр деп аталады. В данном случае, согласно журнала, Журналға сәйкес біздің бояуымыздың жабысқақтығы қажетті мөлшерде. она у нас в норме. Соңғы кезең өлшеп құю. Ыдыс мөлдір емес, ауа кірмейтін және шыдамды болуға тиіс. Бояуды 1, 3, 8, 15 және 25 келі етіп құяды. Мы являемся казахстанским производителем. Сделано в Казахстане это... Біз қазақстандық өндірушіміз. Қазақстанда жасалған деген бұл біздің брендіміз. Біз бұны өте қатты қолдаймыз. Ал шикізатқа келетін болсақ, шамамен 60% жергілікті өндірушілерден. Әзірше шикізат импортын толықтай азайта алмаймыз, алайда интеграциялық үдерістер болады деп ойлаймыз. Бүгінде біз тарихи жағынан да көптеген республикалармен байланысымыз бар. Біз Өзбекстанның, Ресейдің және әрине өзіміздің қазақстандық шикізат жеткізушілермен жұмыс істейміз. Работаем плотно с узбекскими поставщиками сырья, с российскими, ну, естественно, и с казахстанскими тоже. Бүгінде заманауи технологиялар мен жаңа материалдардың арқасында қасбеттерді безендіру үшін шексіз мүмкіндіктер бар. Оның үстіне бояусыз біздің өміріміз де қызықсыз, көмескі болар еді. Сондықтан адам баласы әрқашан өмірін түрлі түстерге безендірудің амалын табуға ұмтылған.